Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін лечо салатын жабатын боламын. Мен қызанақтарымды мясорубкадан өткізіп алдым. Болгар бұрышын қиғаштап турадым. Қызыл, сары, жасыл болгар бұрышын алсаңыздар болады. Осы видеодағыдай тураңыздар. Сонда әдемі болып көрінеді. Барлық заттарымды жуып тазалап алып, турап аламын. Менде жасыл болгар бұрышы көбірек болды. Қызыл бұрышым аздау болды. Мені осындай қылып қиғаштап турап алыңыздар. Енді сәбізімді корей салатын турайтын теркамен өткізіп аласыздар. Сәбіздеріңізді қатты ұзын қылып өткізбеңіздер. Қысқа қылып өткізіңіздер. Осындай көлемде қысқа болсын. Жегенге де ыңғайлы. Осындай қылып сәбіздерімнің бәрін теркадан өткізіп алдым. Сарымсағымды осылай ұсақтап турап алдым. Сәбізімді дайындап алдым. Қатты ұзын емес, мұны осындай қысқа қылып өткізсеңіздер, салаттарыңыз әдемі болып көрінеді және жегенге де ыңғайлы. Болгар бұрышымды дайындап алдым. Сарымсағымды дайындап алдым және аскөк. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен қызанақтарымның бәрін мясорубкадан өткіздім. Осы қызанақ соғы таза салмағы 6 килограмм. Соқтың таза салмағы. Енді кастрөліме осы томаттың соғын құйып қайнататын боламын. Томаттың соғы қайнаған кезде, қайнап шыққан кезден бастап есептейсіздер, 20 минут қайнатамын. Жақсылап араластырып, қайнап шыққан кезде жақсылап араластырасыздар. Мінекей жақсы қайнап шықты. Осы уақыттан 20 минут қайнатамын. Минут қайнап болған соң сәбізімді саламын. Бірінші жіңішкелеп туралған сәбізімді салып араластырамын. Жақсылап араластырамын. Оттың астын көтеріп, қайнаған күтемін. Қақпағын жабамын кастрөлдің. Қайнаған соң оттың астын басып,
сәбіз салған соң 10 минут қайнатамын. Сәбізімді 10 минут қайнатамын. 10 минуттан кейін бұрыштап туралған, қиғаштап туралған болгар бұрышымды саламын. Болгар бұрышын салып, жақсылап араластырамын. Енді қайнағанын күтемін. Шит майымды құйдым, 150 грамм. Тағы да жақсылап араластырамын. Шит май құйған соң. Оттың астын көтеріп, қайнағанын күтемін. Қақпағын жауып, қайнап шыққан соң оттың астын тағы да басып, жаймен қайнатамын. Осылай әдемі болып қайнау керек, барлығы біркелкі. Енді сарымсағымды саламын. Дәміне қарай тұзды, қантты салғаным. Үш лавр жапырағын салдым. Ас көгімді салдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп, петрушка, кинза салсаңыздар болады. Тағы да бір рет жақсылап араластырамын бәрін. Соң астын кішкене басып, оттың астын басамын, жаймен қайнау керек. Енді дәмін көріп, тұзы жетіспесе, тұзы, қанты аз болса, менде кішкене аз болды. Өздеріңіз татымына қарай тұз, қантты саласыздар. Тағы да жақсылап араластырамын. Осындай әдемі болып, түсі де бәрі әдемі болып шықты. Болгар бұрышы жұмсарғанша қоса қайнатамын. Енді 2 ас қасық 9% уксусты құямын. Сөйтіп тағы да жақсылап араластырамын. Мен 2 ашты бұрышты томаттың соғын мясорубкадан өткізген кезде ашты бұрышымды өткізіп жібердім. 2 кішкене ғана ашты бұрыш қостым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қосыңыздар. Қақпағын жауып, болгар бұрышы піскенше қайнатамын. Міне менің салатым дайын болды. Енді стерилизовать етілген 2 литрлік банкіме құямын. Міне
осындай әдемі, қатты қою емес болып шықты. Банкілеріме құйып шығамын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады салаттарыңыз. Міне осылай банкілеріңізді толтырып құйыңыздар. Қақпағын жауып, закрывашкамен барлығын жауып алдым. Менде 2 литрлік банкымен 6 литр шықты, және 1 литр. Барлығы 7 литр шықты. Банкілеріңіздің қақпағын тексеріңіздер. Жақсы жабылған, жабылмағанын тексеріп алыңыздар. Міне менде 2 литрліктен 6 литр 3 банк шықты, және 1 литр. Барлығы сонда 7, осы рецепт бойынша 7 литр салат шығады. Осындай әдемі болып, түсі де, дәмі де өте керемет. Банкілеріңізді төңкеріп, жылы орап 1 суткаға қоясыздар. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет.